Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әлемдегі ірі кітапханалар морфология бөлімі бойынша отырар кітапханасы тұрақты тіркестер арқылы жасалатын күрделі үстеулер. 7-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу. Үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану. Бүгінгі сабағымыздың бағалау критерийлері: оқылым материалы бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктейді, жинақы мәтін жазады, үстеудің мағыналық түрлерін ажыратады, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолданады. Сабағымызды бастамас бұрын тұрақты тіркестер және күрделі үстеулер туралы тоқталып кетейік. Алдымен тұрақты тіркестер дегеніміз не? Тұрақты тіркестер дегеніміз екі немесе одан да көп сөздің тіркесу арқылы жасалатын, құрамындағы сөздердің орнын ауыстыруға келмейтін, бәрі тұтасы бір мағынаға ие болатын, бір сөйлем мүшесінің қызметін атқаратын тіркестер тұрақты тіркестер, фразеологизм деп аталады. Мысалы, екі иығына екі кісі мінгендей деген тұрақты сөз тіркесі денелі, тұлғалы, иықты деген бір ғана мағынаны білдірсе, аяғы аяғына жұқпады тұрақты тіркесі шапшаң, тез жүрді деген ұғымда қолданылып тұр. Енді үстеулерге тоқталайық. Үстеу дегеніміз не? Үстеу іс-әрекеттің, қимылдың, сандық, сапалық белгісінің сипатын, жай-күйін білдіреді. Үстеу құрамына қарай екіге бөлінеді: дара үстеу, күрделі үстеу. Ал күрделі үстеулер қалай жасалады? Күрделі үстеу дегеніміз сөздердің бірігуінен, тіркесуінен, қосарлануынан жасалады. Сөздердің бірігуінен жасалған күрделі үстеулер қысты күні, қыстың күні деген екі сөздің бірігуі арқылы, бүгін, бұл күн екі сөздің бірігуі арқылы мағынаны беріп тұр. Сөздердің қосарлануы мен қайталану арқылы жасалған күрделі үстеулер ертелі кеш, алды артынан, бетпе-бет, ілгері кейін, жоғары төмен, әрі бері және тағы басқа. Бұлар яғни дефис арқылы жазылады. Сөздердің тіркесу арқылы жасалған күрделі үстеулер таңертеңнен қара кешке дейін, күні бойы, ала жаздай, қыс бойы, тағы басқа. Бұлар бөлек жазылады. Тілімізде тұрақты тіркестер арқылы жасалатын күрделі үстеулер де кездеседі. Мысалы, қас пен көздің арасында, аяқ астынан, томаға тұйық, құлан таза, тағы басқа. Міне балалар, тұрақты тіркестермен және күрделі үстеулердің қалай жасалу жолдарын мен таныстық. Енді сабағымызға тапсырмаларына көшейік. Алдымен бірінші тапсырманың мәтініне назар аударыңыздар. Отырар кітапханасы. Жібек жолы бойымен кіре тартқан көпестер ең құнды сыйлық ретінде отырар әкіміне кітап сыйлауды дәстүрге айналдырды. Тіпті бұл мемлекеттік рәсім ретінде қабылданып, ресми сипат алды. Бұқаралық ғұлама Розбек хан отырар кітапханасындағы қолжазба кітаптарды тек қала тұрғындары емес, шалғайдағы Сығанақ қаласының тұрғындары да пайдаланып отырды деп жазады. Әлемнің екінші үлкен білім бұлағы отырар кітапханасы Шыңғыс хан шапқыншылығы кезінде жоғалып кетті. Бұрын Фараб аталған бұл қаладан тек ислам әлеміне емес, күллі дүние жүзіне аты мәшһүр, әлемдік ғылымға сүбелі үлес қосқан оқымыстылар шыққанды. Солардың ішіндегі ең атақтысы біздің ұлы бабамыз Әбу Насыр әл-Фараби. Ол әлемнің екінші ірі кітапханасынан білім нәрімен сусындап өсті. Мұнда
ежелгі сына жазуымен жазылған туындылар мен папирос орама қағаздарынан бастап, орта ғасырлық Европа, Араб және Қытай ғалым оқымыстыларының шығармаларына дейін жинақталған. Міне балалар, бұл бірінші тапсырманың мәтіні. Мұқият тыңдап алдық, енді тапсырманы орындауға көшейік. Атаулар терминдер кестесі әдісі арқылы кестеде берілген мәтін абзацтарынан алынған тірек сөздерді ескеріп, негізгі ойды анықтаңыздар және жинақы мәтін жазыңыздар. Бірінші абзацтағы тірек сөздер: көпестер, құнды сыйлық, қолжазба. Екінші абзацтағы тірек сөздер: Шыңғысхан шапқыншылығы, оқымыстылар. Үшінші абзацтағы тірек сөздер: оқымыстылардың шығармалары, бай кітапхана. Балалар, дескрипторға назар аударамыз. Мәтін мазмұнын түсінесіздер, мәтіндегі негізгі ойды іріктейсіздер, жинақы мәтін жазасыздар. Сәттілік балалар. Жақсы балалар, енді өзімізді ықтимал жауаппен тексеріп көрейік. Сіздерге жаңа жинақы мәтін жазу берілген болатын, тірек сөздер берілген, ал өзімізді тексеріп көрейік. Ертеде көпестер отырар әкіміне құнды сыйлықтар ретінде кітап сыйлауды дәстүрге айналдырған. Розбекханның айтуы бойынша, отырар кітапханасындағы қолжазбаларды шалғайдағы тұрғындар да қолданған. Бұл бірінші абзац. Екінші абзац: отырар кітапханасы Шыңғысханның шапқыншылығы кезінде жоғалып кеткен. Бұл қаладан Әл-Фарабиден бастап түрлі ғұлама, ғалымдар, оқымыстылар шыққан. Бұл екінші абзац. Үшінші абзац: мұнда сына жазуымен жазылған папирос орама қағаздарынан басталған орта ғасырлық Европа, Араб және Қытай ғалым оқымыстыларының шығармалары жинақталған. Міне, жинақы мәтін осылай жазылды. Жақсы балалар, енді келесі тапсырмамызға көшейік. Екінші тапсырма: жинақтау әдісі бойынша мәтіндегі тұрақты тіркестер арқылы жасалатын күрделі істеулерді тауып, мағынасын кестедегі келесі бағанға түсіндіріп жазыңыздар. Бірінші кестеге тұрақты тіркестерді жазасыздар, екінші кестеге сол тұрақты тіркестердің түсіндірмесін жазасыздар. Алдымен мәтінге назар аударайық. Ежелгі отырар қаласы Сырдарияның Арыс өзеніне құяр жерінде, таяқ тастам жерде, Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан. Айналасы ат шаптырым терең ор, биік қорған, төбе басында хан сарайы, жан жағында қару-жарақ, теңге соғатын ұстаханалар, шәкірттер дәріс алатын шаш етектен медреселер болған. Батыс жағындағы қақпа арқылы орыс көпестері, шығыстан ит арқысы қияннан моңғол, Қытай кезбелері кіретін. Түстіктен Шаш, Бұхара қалаларынан шыққан араб саудагерлерін, терістіктен Башқұрт, Саха ханзадалары жіберген керуен тізбелерін көруге болар еді. Сол керуендер арқылы қалаға әр түрлі әшекей бұйымдар, маталар, тең-тең кітаптар келеді екен. Балалар, дескрипторға назар аударыңыздар. Мәтіннен тұрақты тіркес арқылы жасалған істеулерді табасыздар, мағынасын түсіндіресіздер. Сәттілік балалар. Ал өзімізді тексеріп көрейік. Екінші тапсырманың жинақтау әдісі бойынша мәтіндегі тұрақты тіркестер арқылы жасалатын күрделі істеулерді тауып, мағынасын кестедегі келесі бағанға түсіндіріп жазу берілген болатын. Бірінші тұрақты тіркестер: таяқ тастам жерде, жақында, мекен істеу деген мағынаны береді. Екінші, ат шаптырым алыста, мекен істеу екен.
Үшінші, ит арқысы қияннан, шалғайдан мекен істеу. Міне балалар, екінші тапсырма бойынша сіздер мәтіннен тұрақты тіркестерді тауып, мағынасын жаздыңыздар. Жарайсыздар. Енді келесі тапсырма, үшінші тапсырмамызға көшейік. Сәйкестендіру әдісі бойынша берілген істеулерді мағынасына қарай сәйкестендіріп, кестені толтырыңыздар. Өткен сабақтарда біз істеулердің толық түрін мағынасына қарай талдап, түсінген болатынбыз. Енді сіздерге осы істеулер берілген, сол істеулерді мағынасына қарай ажыратып, сәйкестендіріп жазасыздар. Мезгіл істеу, мөлшер істеу, сын қимыл істеу, мақсат істеу, мекен істеу, себеп салдар істеу, күшейткіш істеу. Екінші бағанда істеулер берілген: төмен, артта, кілең, әбден, жорта, әдейі, мұншама, қыруар, таңертең, күні бойы, осылайша, шапшаң, амалсыздан, бекерге. Балалар, дескрипторды назарға ұстаңыздар. Істеулердің мағынасын ажыратады, істеулерді мағынасына қарай сәйкестендіреді. Сәттілік. Жақсы, енді өзімізді тексеріп көрейік. Мезгіл істеу, таңертең, күні бойы. Жақсы. Мөлшер істеу, мұншама, қыруар. Сын қимыл істеу, осылайша, шапшаң. Мақсат істеу, жорта, әдейі. Мекен істеу, төмен, артта. Себеп салдар істеу, амалсыздан, бекерге. Күшейткіш істеу, кілең, әбден. Міне балалар, сіздер істеудің 7 түрінің мағынасын ажырата біліп, сәйкестендірдіңіздер. Жарайсыздар. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін біз сабақта оқылым материалы бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктедік, мәтіндермен таныстық, өз ойымызды жаздық. Жинақы мәтін жазып, істеудің мағыналық түрлерін ажырата білдік. Синонимдік қатарларын түрлендіріп, қолдана алдық. Жарайсыздар. Оқу тапсырмасы. Оқулықтың 142-ші беттегі 5-ші тапсырманы орындайсыздар. Берілген істеулердің жасалу жолын көрсетіп жазасыздар. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.